Ильяс Жансүгіровтің «Күй» поэмасы қазақ әдебиетінің алтын қорына қосылған туынды. «Күй» поэмасында атадан балаға мирас болған қасиетті қобызшылық дәстүрді дәріптейді. Шығарма сюжеті Бозінген күйінің шығу тарихына қатысты. Негізгі кейіпкер Молықбай шал қобызы арқылы Бағлан байдың басынан өткен оқиғасын баяндайды. Бағлан бай бәйбішесімен інгенді асырап бағады. Бозінген төлдемей жүрген кезде ерекше күтімін жасап, бір күні боталайды. Арам ойлы ұрлықшы Бозінгенді ботасымен қосарлап, енесі мен төлін бір-бірінен ажыратып жібереді. Тайлағынан айырылған Бозінгеннің зары естіген жұрттың жүрегін елең еткізеді. Молықбай шал жануардың басынан өткен мұңды құдды бір өзі сезінгендей күйіне қосып жырлайды. Ақын жануар басындағы зар мен мұңды шебер әрі көркем, сондай-ақ қайғылы оқиғаны жеткізуде күйдің құдіреттілігін көрсетеді. Бұл шығарма қазақ халқының мәдениетінің көне көзі, рухани мұрасы болып есептелетін қобыз аспабының маңызын қайта жаңғыртты. Бір күйдің шығу тарихы арқылы бір халықтың да тарихындағы қиын қыстау кезеңдерді, тар жол, тайғақ кешулерді жеткізгендей әсер қалдырды. Осы шығарманы оқуға шақырамын.